Hürmetli avul yaşaушылар. Biz bәрімізде бүгін бір ниетте йылғамыз. Біздің ауылдың yaşаушысы ағайымыз, насихатшы ағайымыздың естелікке алып, бүгін біз бәріміз бір ниетте мермер тастан жасалған естелік тақтасын ашпаға ойымыз бар. Соны алды мен сізге ағайдың ақытынан, yaşау жолының ақында бір ауыз сөз айтып кеткім келеді. Біздің ағайымыз Нұрманбет Досманбет ұлы туған 1 декабрьде 1922 жыл Махмұт ауылында, әлгісі Нариман ауыл. Ол үлкен әйелде туған. Әйелде болған 14 бала. Өкінішке қалған со ауыр yıllarda тек 4 бала. Нұрманбет Досманбет ұлы 1922 жылдан соң 8-9 yaşlarında мектепке барған. Мектеп о zaman Құмтөбе ауылында орналасқан. Құмтөбе ауылы міне біздің Нариман ауылынан 2-3 километрде Ялаңаш деген сарай бар, соның yanında болған. Школады біткен соң 1939 жыл ол кесек заман пионер вожатый болып өзінің туған школасында ішлеген. Соң оны жібереді 10 айлық курсқа Кизяр қалаға. Оны оқып бітіріп өзінің туған мектебінде учитель болып ішлейді. Учитель болып ішлей атырып 1939 жыл onun bilimini ölçtürmeye жібереді Грозный қаласына. Onda da okuydu. 1945 мен сізге қысқаша айтып кетем, 41 жыл Дауыс аяқтан алды ол оқитан болған Черкес қалада институтқа түскен. Оны оқып құтара алмайды, не десе дау бітеді. Дау басанады. Басанған соң ол түседі Дальний Востокқа. Служит еткен СМЕРШ, о контрразведка деп айтылады. Контрразведкада служит еткен 46 жыл дау біткен соң қайтып келеді өзінің ауылына. 47 жыл ішлейді районның түрлі тармақларында. 51 жыл оны ерлі колхоздарды кадрларын беркітер үшін қайтарып ауылға жібереді, председатель колхоза етіп. Соңғы yıllardan соң яс руководителі алады райком партияның аппаратына, ішледі редакцияда. Соңғы yıllarda 64 жылдан алып тұрып 9 жыл бойынша ол секретарь парткома болып біздің совхозда ішлеген. O zaman совхоз Путиленина деп айтылатын болған. Азғы yıllarda işlейді анеді председатель сельского совета біздің ауылда. Со құлықтан ол пенсияға да кетті. Ағайды мен енді көптен бері танимын. Мен көзімді ашқанға ястай оны көргенмін. Бірге 10 балаларымын өскенмін, тең досым Ямпумен. O zaman біздің үйлер 4 үй ауылдан басқа, міне Ялаңашқа бар жатқан жерде, Құмбатарға кетіп бар жатқанда 10 бетте 4 үй бар еді. Соңғы yıllarda bu oranға көштік бұяққа. Бұяқта да ауылдас болып yaşadık. Ағай бек намыслы әдемі, таза жүрөклі. Ондай әдемлер біздің арамызда әлі ұсыны айтсақ, бұл дүнияда түрленді. Дүния түрленген ондай әдемлер аз. Мен әлі онымен ішлеген әдемлерге бір-екі ауыз сөз айтқанын тілеймін. Айтып ішлеген қайда әдем болғанын аш беректі. Söyleyekten aldın dedi. Biz әлі мемре тақтан жасалған естелік тақтасын ашпаға тілеймін бұл әдемлерге. Замирге, глава администрации Нукаева Фарида, біздің Сталинбек.
Qa. Ben kelin yanasın saçınız qa. Не давайте şu oramga Ағайдың Нұрғанбет Османбештің аты берілгенге бәрі де сүйінеді. Юрам келеді балаларына ден саулық. Бірші ден саулық, бір тілік бәріңізге де ұлыңызда икон үстінлік, ден саулық бәріңізге де. Аяулы yoldaşlar. Bugün biz жиналдық өзіміздің бір яс иконымыздың затына. Шатлықлы күн. Бәр балаларына да, бәр юқларына да, бәрісіне де денсаулық тілейміз. Елімізге, күнімізге емішлік болсын. Бәрі де парақат жашасын. Досманбетовичті мен 62 жылдан алып, 65 жылдан алып білемін. Не үшін десе, мен бұл совхозға ішлемеге келген заманда 65 жыл Досманбетович парторг болып еді. Секретарь партияның организациясы. Өзінің ішлеген жерінде әрдейімді бек әру кепті үйретаған еді. Адамдар мен әру ашық сөйлеп, нетіп. Не зат болса да, бір нарушение болса да, оны ол бірді қалдырмай, соны ердіңісі күн оқылы шақырып, кабинетке шақырып, оны еріне салатаған едім. О заманда бізді ішлеген заманда міне бір контор, шу конторда ішлегеміз. Әнияқта әлі детсат конторда ішлегеміз. Досманбетович қайда жүрседі, кіммен жүрседі, ол бек ақыл балық. Ақыл бермесе, басқа зат айтпай таған еді. Не деп айтайым, әлгі яслар, әлі бізде совсем заман түрленді. О заманда бәрі затта порядок болып тұратаған еді. Ертең 8 саатта бәрі ерлерінде табылатаған еді құрлықта. Кешке 4-ке 5-ке дейін ішлесек те, соға дейін біз бір яқада шықпай, только столымызды отыратаған еді. Әрдайымда сондай адамдар көп болсын біздің арамызда. Әрдайымда ішлеген құрлығына бек болсын. Жерде иылған яслар, олар шәндігі білмейді. Бек әру әдем еді. Не деп айтайық дағы. Бәріне де көрім болмаға сүйген әдем еді. Қайда ішледі? Сельсоветте ішледі, Ақмамбет айтқалай. Совхозда ішледі. Оның басқа ерлерде де ішлеген, о жақта мен оны алдын ішлегенінше білмеймін. Өзім ben ішлеген zaman мен 65 жылдан алып ішледім. Оны мұна сельсоветте ішлесе де бәрімізде бірше жүріп, не жиында, не затта бәрімізде бірше болатаған едік. Соның yolын берсін балаларына, қардаш туғанларына, ешерде жиналған бәріміздің балаларымызға емішлік болсын. Аяулы ауыл яшаушылары бізде Досманбетовичпен 76 жылдан 85 жылға шейін ішледік. Бек таң, әру, ашық жүрөклі еді. О заманда Коптебинский сельский совет деп айтылатаған еді. Досманбетович бізде председатель еді. Көп халықтың көп затлары сельсоветте о zaman шешілетаған еді. Бәр сорауларына халықтың әру етіп, білмегенін білдіріп, әру етіп yolға салатаған еді. Енді ятқан ері ярық болсын, Досманбетовичтің қалған әулетлеріне Алла денсаулық берсін. Добрый день, уважаемые односельчане. Ветераны – это наша история, наше прошлое и наше будущее, и наш ориентир.
Они свидетели той жестокой поры, и мы с их воспоминанием пишем летопись нашего своего родного села. О каждом из них можно было бы написать книгу, ибо у каждого был свой фронтовой путь, который влился в общую победу над фашизмом. Пока мы будем помнить о своих героях, мы непобедимы. Сегодня яркое событие в жизни нашего села. Мы отмечаем столетие нашего уважаемого ветерана, участника Великой Отечественной войны Батырова Нурманбета Дусманбетовича. Я сердечно поздравляю от имени всего нашего коллектива, всех его родных, близких, всех односельчан с открытием мемориальной доски, приуроченной именно юбилею нашего уважаемого ветерана. Память о нем жива. Ко Дню Героев России в нашей школе пройдет мероприятие, и, пользуясь случаем, хочу пригласить всех здесь присутствующих на это мероприятие и поделиться своими воспоминаниями о нашем ветеране Батырове Нурманбете Дусманбетовиче. Занимаясь краеведением долгие годы, мы собираем краеведческий материал о своих земляках. В том числе мы собирали материал о Батырове Нурманбете Дусманбетовиче. В прошлом году прошел республиканский конкурс, и ученица нашей школы Зармамбетова Алина написала работу «Слово об учителе-фронтовике». И эта работа заняла первое место у нас на муниципальном этапе и принимала участие в республиканском конкурсе. И за эту работу ученица нашей школы была отмечена грамотой от Министерства образования. Что бы я хотела отметить, Акмамбет Мусаевич полностью уже осветил биографический очерк, можно сказать, из жизни нашего уважаемого ветерана. И на нашем мероприятии мы осветим все, что мы собирали о нем. Батыров Нурманбет Дусманбетович, он не только солдат своей отчизны, он учитель-фронтовик, и сегодня он для нас является светилом в нашей работе, ориентиром. И именно, можно сказать, как бы он является для нас примером, мы равняемся на него. Я желаю всем родным, близким здоровья вам всем, успехов всем в своей работе. Дорогие гости, разрешите от имени семьи Батыровых выразить вам признательность, что вы нашли время и возможность сегодня присутствовать на нашем сегодняшнем мероприятии. Особая благодарность главе сельского поселения Сюиндикову Замиру Битемировичу и председателю районного совета ветеранов и труда Сангишиеву Акмамбету Мусаевичу за помощь в организации данного мероприятия. Сегодня для нас, детей и родственников, знаменательное и волнительное событие – открытие мемориальной доски в честь нашего отца, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, кавалера Ордена Славы Третьей степени Великой Отечественной войны, знака почета Батырова Нурманбета Дусманбетовича. Сегодня, 1 декабря, нашему отцу исполнилось бы 100 лет. Выступившие передо мной сказали много хороших слов о нашем отце, как о руководителе, как о человеке. Вспомнили его боевой труд, путь, трудовую деятельность. Большое спасибо за добрую память о нашем отце. Мы, его дети, гордимся, любим, помним и храним светлую память о нашем отце. Это был человек, вся жизнь которого была отдана работе на руководящих должностях партийных и советских органов. Здесь Акмамбет Мусаевич вспоминал, я тоже коротко про его биографию скажу. Он начинал в 1939 году пионервожатым учителем в Нариманской школе. Затем годы войны, 41-46 годы, служба в рядах Красной Армии на Дальневосточном фронте. Воевал против японских милитаристов. Послевоенные годы наш отец проработал 2 года в аппарате райисполкома, 4 года в аппарате райкома партии, 5 лет председателем колхоза «Кызыл Караногай», 7 лет ответственным секретарем районной газеты «Кызыл Байрак», 9 лет парторгом совхоза «Ленин Йолы», впоследствии «Путь Ленина», 7 лет председателем Коктюбинского сельского совета.
Отец внес большой вклад в социально-экономическое развитие района. Он был умным, грамотным, начитанным, хорошо знал ногайский язык, традиции и историю народа. Отец своей жизнью, работой оставил след в сердцах односельчан, завоевал заслуженный авторитет земляков. И мы верим, что доброе имя Отца будет долго жить в памяти потомков. Еще раз большое спасибо, дорогие земляки. Пусть в доме каждого из вас будет здоровье, счастье, мир и благополучие. Мен онан бір арзатты онан ағам еді. Атты тербе алды, атты ішлеуді бізді үйреткен. Sağolunuz gelgenizge. Men sizin bäriňizge de ýaşy köýleriň atынан ýükön sabol aýtam. Gün suwukka garamay ýylyp biziň agaýymyzdykdy esiňizge alyp oýlaýmyn oýup gelýän nesiller her deýimde agaýdy esinde saklar dep. Näse onday adamlar biziň halkda az tuğ Allah'a şükür. Biziň awlymyz kiçke awul bolsak da bizde yigitler köp. Allah bizi yigitlerden ayırmasın. Mine şu soğudağı tez bitken hem siz sonday kıyınçılıklarda sizin aldığınızga düşmesin. Daha da bir yükön sağol aytım geledi. Sizin bäriňizge de den sağlık sizge nasip. Her deyimde sizin yoğarın töbeňizde kök bolsun da. Sağ olunuz yılğanыңızga.